Қайырлы күн, құрметті көрермен. Батыс Қазақстан облысы Теректі ауданындағы Орал қаласынан шамамен 50 км қашықтықтағы Ақжайық шипажайы. Табиғаты мынадай керемет, тамылжып тұр. Мына жерде жаңа корпус салынған, мына жақта кемно шипажайы, мынау мінекей сондағы мәдениет үйі. Мен сіздерге қазір осы шипажайдың тапқасындағы саумал ішетін жерді көрсетем. Кеттік. Мінекей шипажайдың аумағына шығамыз. Мына жерде дүкен бар. Былай қарай кеттік. Міне мынау санаторияның аумағы. Бұл жерде екі шипажай бар. Бір жақсысы адам өз таңдауына келіп, қалағанына келіп ем алуға болады, дем алуға болады. Кеттік ары қарай. Мына жерде Нұрберген шипажайы. Ар жағында Ақжайық шипажайы. Екі шипажай қатар орналасқан. Мінекей мына жерде саумал, қамыс, құрт. Былай қарайтын болсақ, мінекей жақындап қалдық. Дәуде болса осы адамдар саумалға келетқан болар. Мінекей келдік. Саламатсыздар ма? Ассалаумағалейкум. Мінекей мынадай керемет үй. Мынадай аулада киіз үй бар екен. Мына жерде гүлдер дағы. Қандай әдемі етіп гүлдер шығар. Ал кеттік саумал жөнінде сұрайық. Мына жерде кісілер осылай таңертең. Сіздер осы ауылдан ба, или шипажайдан келіп отырсыздар ма? Міне Нұрберген Ақжайық шипажайынан келіп. Осы жағына сауылған саумал. Саумал, қамыс, құрт, сарымай дейді. Таңертең сағат 6-тан бастап, сол біз таңғы 6-тағы лекке келіп тұқ. Енді бағалары бойынша кем бағалары. Блогерсің ба? Жоқ, блогер емеспін, өзіме естелікке. Мінекей. Саламатса? Я шеміз. Қайырлы күн. Үлкенін алмаған. Маған үлкені керек. Саламатсыздар ма? Қалдеріңіз қалай? Қайырлы таң. Кеше келем дедім, мінекей келіп енді осы түсіріп жүрмін. Мінекей. Рахмет, мен айтқаныңыз келсін. Неше грамм менің алып атқа? 500 грамм алдым. Керемет. Саумалдым. Жаңа ғана сауып бірден әкеліп отыр. Осы жерде мына кісілердің барлығы осы саумал ішіп жатыр. Мына жақта әйел адамдар. Мына жақта ер адамдар екіге бөлінген. Мына жерде киіз үй бар. Мінекей. Саумал жолында айтсақ, енді біз келіп жатырмыз. Оралдан келіп жатырмыз. Қасымызда жақын келдік. Көптен келмей кеткенбіз. Раньше постоянно приезжали. Басқа жаққа барып, басқа жақта көріп, биыл келдік осы Ақжайыққа. Енді мынаны естіп, халық келіп жатыр, ішіп жатырмыз енді. Ем болсын деп айтқым келеді. Бәріне ұнап жатыр. Ұнап жатыр ғой, Ұнап жатыр, жақсы. Потом свежий әкеліп береді сразу.
ешқандай уайымдамайсың. Ішеміз, керемет ем болсын деп айтамын бәріне. Аумин. Айтқаныңыз келсін, Бәрімізге рахмет. ем болсын. Рахмет, мінекей. Мынадай табиғаты тамаша, ауланың өзін әдемі қылып газон егіп қойған. Мынадай клубникаларды деген мынадай қылып отырғызған екен. Ауланың әдемі. Ассалаумағалейкум. Саламатсыз. Иә, видео обзор. Мінекей жаңағы киіз үй. Осында келесіз? Сіз жиі келесіздер ма? Жиі келесіз. 10 күн ішіп жатыр. Ал видеоға түсіруге бола ма сіздерді? Мінекей мына жақта. Мына жақта жылқылар деген. Міне. Жылқылар мына жерде. Сау болып тұр. Кеше осы жерде ағайыммен сөйлескен кезінде болашақта осы жерде әлде де абаттандырам деп тұр. Мінекей шипажайдың қасында мінекей. Мінекей мына жерде келетін адамдар да барлығы да мінекей осы жерге саумалға келе жатыр. Осы жерден келіп саумал ішіп денсаулығыңды түзеп алуға болады. Мына жер табиғатының күштілігі сондай. Міне ол жерден осы үйден былай қарай ар жағы мінекей бүйтіп қарасақ, мынау жайық өзені ар жағында жақын. Аға, таңертең нешеден бастайсыздар? 6-дан. 6-дан бастайсыздар ма? Кім өзіңіз сауып жүрсіз бе аға? Жолдасым Самат. Өзіңіз таныстырып жіберсеңіз, ат жөніңіз? Өзім енді Қашаннан бері айналысып жатсыз? 2 жыл болды. Осы жерге демалуға келіп, осы жерде осындай. Осы үй сатып алып, жоқындап осы басқа санаторийлерден көрген ғой, саумал. Мәселесі қандай адамдар. Сосын сол менде сонымен шұғылданып кеттім. Таңертең нешеден бастайсыздар? 6-дан бастаймыз. 6-да, 7-де, 8-де 1 сағат сайын 9-ға шейін сауамыз, таңертең саумалға. Одан кейін қымыз жасаймыз, құрт жасаймыз. барлығы бар, е? Жаңа Даринскіде миотпен шұғылданамыз. Өзіміздің лишний. Қай жерде қандай егін егеді, сол жерге миотымызды көшіріп алып жүре береміз. Керемет. Не, жылқыларыңыз осы жайықтың жағасында жайылатын болар, е? Жылқыларымыз түнімен жайылады. Сосын осы жерге алып келесіздер де, сауға таңертең. Күндіз жерге күн ыстыққа ыстық болғаннан кейін күндіз көп қинамаймыз. Күндіз соғаннан кісілер де келмейді ғой енді. Ненің халықтың келуі қалай? Мен қазір жерде байқап тұрмын, үзілмей бірінен соң бірі келіп ішті деп отыр. 9-ға шейін осылай келеді. Осылай келеді, е? 9-ға шейін. Сола келген сайын көзінше біткен сауып бере отырады. Тамаша. Мінекей мынау керемет шыр. Аға, өзіңізді таныстырып жіберсеңіз. Өзім Жалпақталда туып өскен. Қарасу деген ауылда. Сол енді малмен шұғылданғанда осы коронавирус кезінде көп адамдарға бәйтеректе тұрып сондай осындаймен шұғылдану. Сол кәсібімді бастап кеттім. Содан бері сол тоқтамастан бұған шейін бәйтеректе сауғам, қалаға жақын. Қасыңызда кімдер көмектесіп жатыр? Қасында келін, балам, сосын жолдасым. Барлығы осында қасында. Жарайсыз. Өзіміздің құрт жасайтын аппарат алып алдық. Басқа жерде балам сиыр сауады, соның несін алып келеміз. Болашақ деген ауылда. Тамаша. Керемет, еңбек жемісті болсын. Мынау деген мінекей әрі қоғамға да, халыққа да пайдалы, әрі кәсіптің түрі. Мінекей табиғаты тамаша, қаладан 50 километр жерде. Бұл жерде шипажайға келіп жатып, одан кейін осы жерден жақсылап саумал ішіп, қымыз ішіп, денсаулықты түзеп алуға. Атқа мінгіземіз ешек кісілерді. Атқа мінгіземіз? Атқа мінгіземіз. Мына балдарға немерелерге ретінде. Мінекей атқа мінгізіп, балаларға да жақсы бір қызығушылық арттырады. Әрі денсаулығына пайдалы балаларға.
Жарайсыздар аға. Бұл жерде жайық тиіп тұр ғой, Менің жайып кеттім. Мына жылқыларыңыздың аттары бар ма? Аттары әрбірінің аты әртүрлі. Көршілердің атын қойып қоямын. Сапура деп Жаңағы айтқан ар жағы жайық әнке ары қарай кетеді. Мына жерде мінекей мынадай қылып құрттардың жағдайы күшті. Шыбындардан қорғайтын арнайы мынадай құралдардың ішіне жасап. Жасайды да мінекей мына жерден бірден мінекей кісілер сатып алып жатыр. Көшеден келіп алып кісілер келеді, керектерін алады. Шипажайға қарай шығып кетеді. Саламатсыздар ма? Жақсы ауырмаңдар. Аға күшті екен. Кісілер құртты да алып жатыр, терін алып сөйтіп жатыр барлығы да. Сол табиғи менен түсіру керек қой. Жеуіп балдарға сондай үйрету керек. Қазір дұрыс санақ жеп жатқан жоқ балдар. Денсаулықтарына жақсы ғой. Иә. Сіз үйде немерелеріңіз бар ғой да? Немерем бар. Немере, жиен, суббота воскресенье демалыс күндері келіп, осында әдейі солардың бәрін шақыртам. Осынан келіп. Осында келіп, мұнда бассейні бар. Жаңа өзенге түсеміз, жаңа суға сүріп. Көп нәрсе. Денсаулықтарына қалай? Осы құйрық майын жегізіп, налғаннан қыспай бұлар ауруды білмейді, Алла деп айтайын. Просто қалаға барғанда, аң жаққа барғанда налып қойды, абылай мұнда. Қалаға барып кішкен денсаулығын бүлдіріп, мына жерге келіп түзеп кетіп тұрады. Бүлдіріп айтқан ештеңе, бірақ та сонда да жаңағыдай ананы жейші. Зиян заттар көп қой. Құйрық майын жеп жағып аққан бала ешқашан болмайды. Оны біздің ата бабаларымыз дәлелдеп кеткен ғой. Табиғи біздікілер енді өзінше қазір диет ұстау, не ұстауды жаңа жағынан отыр. Наоборот, сол біздің ұлттық тағамдармен өзінің денсаулықтарын көтеру керек. Сіз қазір зейнеткерлікке шықтыңыз ғой, иә? Зейнеткер ағамыз өзі саумалышып, түрінен де көрініп тұр. Саумалышкен адам екен. Күшті. Ал, құтты болсын аға. Еңбегіңіз жемісті болсын. Осылай елдің алғысын ала беріңіз. Мінекей саумал деген ана жақта болды. Бұл жерден төсіп, осылай қарай жүріп, жайыққа барамыз. Қазір жайықты көрсетем. Мінекей мынау мінекей жайық өзені. Мына жерде бір адам пешарат кірсіп жатыр. Жайық. Жайық деген қандай тамаша өзен. Бүкіл осы жайықтың жағасында орналасқан халықтың барлығы осы жайықтың арқасында күн көріп отыр. Жайықтың су бұл жерде тұп-тұнық, тап-таза болды. Кей кезеңде де жасыл сондай болады, қазір мынандай емес. Тап-таза. Су шапшыла. Мінекей Орал қаласының тапқасында осындай керемет шипажайлар бар. Жаңа жылқы ұстап қымыз саумал сатып отқан жігіттер бар. Далаға бармай осы жақтарға келіп дем алып, ем алып тұру керек.